Құрметті ата-аналар, сыр бөбегі бөбекжай бақшасы сіздің балдарыңызға арналған үй жағдайында түрлі гаджеттарды тиімді пайдалану мақсатында түрлі ойындар топтамасын ұсынамыз. Бұл ойындар логикалық, математикалық дағдыларды және де қаржылық сауаттылықты арттыруға арналған ойындар болады. Бұл қандай ойындар, оларды қалай жүктейтінімізді білу үшін осы видеоны соңына дейін көріңіз. Ойын ашылған кезде сіздерге таңдауға 3 ойын түрі беріледі. Балаларыңыз кез келген ойын түрін таңдаса болады. Ал біз бірінші ойыннан бастайық. Көңілді таразы деген ойын. Бұл жерде балалар бірінші кез келген санды таңдайды. Мысалға 7 саны таңдаған кезде астыңғы жақта бізде түрлі жемістер мен көкөністер түрлері тұрады. Әр суреттің астында сандар орналасқан болады. Мысалға 3 және 4. Бізде 3 деген сан банан деген жемістен түр екен. Соны таңдаймыз. Келесі 4 деген сан бізде ананас. Егер де дұрыс жауап шықса, дұрыс деген белгі береді. Келесі санымыз, мысалға 8 саны таңдаймыз. 4 және 4 болады, демек біз 2 ананасты таңдаймыз. Тура осылай балалар ойынды жалғастыра береді. Ал егер де осы ойыннан жалығып кетсе, жоғарыда тұрған үй батырмасын басып, біз келесі ойынды таңдауға көшеміз. Әр ойынды аяқтаған кезде балалардың жетістігі шығады. Мысалға, бұл жерде жинаған ұпайы 2 деген сан шығып тұр. Тамаша. Бұл жерде басты бетте қарасаңыздар, жетістіктер деген бөлімше тұр. Бұл жерде бала әр ойындарды ойнап болған соң өзінің жетістігін көрсе болады. Келесі ойын, мысалы, сиқырлы дүкен. Бұл жерде бізде дүкенде біз әдетте не істейміз? Біз заттарды сатып аламыз. Бізде 5 теңге беріліп тұр. 5 теңгеге енді біз қандай заттарды ала алады екенбіз? Бұл жерде түрлі заттар бар: доп, кәмпит, машина. Олардың әрқайсысында өзінің саны бар. Мысалға, 5 теңгеміз бар. Біз оған не ала аламыз? Мысалға, мен кітапты таңдаймын. Ол кітаптың бағасы 3 теңге. Менде 2 теңге ғана қалды. 2 теңгеге мен өзіме машина деген ойыншықты аламын, Дұрыс. Келесіде менде кәнекей санап көреміз, Бала осы жерде ақшаны есептеп санап алады. Сан тұр, яғни 7 теңге бар. 7 теңгеге мен не ала аламын? Бұл жерде, мысалға, мен санау онша қатты білмеймін, бірақ бір нәрсе алғым келеді, Мысалға, мен мына жерде ойыншықты аламын. 2 теңге. Менде неше теңге қалды? Менде 5 теңге қалды. Енді 5 теңгеге мен тағы да бірнеше зат аламын. Немесе бір-ақ зат қана аламын. Кәнекей көрейік, бұл жерде допты аламын. Допты алсам, менде 4 теңге қалады. 4 теңгеге мысалға мен үйшік деген кішкентай ойыншықты аламын. Мінекей менің барлық ақшаларым осымен аяқталды. Тура осылай балаларыңыз осы ойынды ойнап, қаржылық сауаттылықты үйрене алады. Және де басты бетке оралып, бізде көңілді санау деген ойынымыз бар. Егер де сіздің балаларыңыз мүлде сан білмесе, немесе ұмытып қала берсе, санауды енді үйреніп жатқан болса, бұл ойын балаларыңызға өте қатты көмектеседі. Мысалы, бұл жерде 4 түлкі тұр. Яғни балаларыңыз тек қана санап қана емес, және де түрлі жануарлардың да түрлерін жаттайтын болады. Түлкі, кәнекей дұрыс па екен? Тексеріп көреміз. Дұрыс болса, ойын өзі белгі береді. Ал егер де қателесіп қалса балаңыз, зыл деген белгі шығып, қателестің бала деген сияқты сізге белгі береді. Ал енді осы ойнаған соңында нәтижемізді бір көрсек болады. Біздің барлық алған ұпайымыз 7 ұпай екен. Балаларыңыз осындай ойындар арқылы түрлі гаджеттармен уақытын бос өткізбей, өзіне пайдалы, көңілді ойындарды ойнап өткізсе болады. Ал енді осы ойынды жүктеп алу үшін төменде сілтеме қалдырамыз.
немесе осы экранда көрсетілген QR кодты сканерлеу арқылы кез келген гаджетке орнатсаңыз болады. Ұялы телефонға немесе планшет, болмаса ноутбук, компьютерлерге орнатып ойнай берсеңіз болады. Пайдалы болсын!